Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін Green Patrol командасы Нұр-Сұлтан қаласындағы нөмірі 77-ші мектеп гимназиясындамыз. Бұл жерде Экоасар 3, яғни қаптама жобасы аясында түрлі шаралар өткізілуде. Бәріміз бірге көрейік. Мен Мукушева Жұлдыз Хасенқызы, білім беруді жаңғырту орталығының эко-тренерімін. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласы мектептеріне, гимназияларына біз Экоасар жобасының, яғни қоғамдық бірлестігінің басқаруымен, ұйымдастыруымен сынып жетекшілерге түсіндіріп келеміз. Экологиялық бағытта ұйымдастырылып отырған Экоасар жобасының сабақтарын біз аптасына 2 рет өткіземіз. Сынып жетекшілерге 2 рет осы синхронды форматта, онлайн форматта тікелей эфирге қосылып, сынып жетекшілерге түсіндіреміз. Онлайн форматқа қосылатын мұғалімдердің саны 2 мектептер, мысалы ментор және менти мектептер бар. Сол мектептермен санағанда бір уақытта онлайнға 70-80 сынып жетекші қосылып, сол біздің дәрісімізді тыңдайды. Жобаның негізгі ұйымдастырушылары білім және ғылым министрі, оператор ÖКМ және білім беруді жаңғырту орталығы. Экоасар 3 қаптама жобасы аясында мектебімізде әртүрлі іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі сабағымыз қаптама туралы болды. Қаптамаларды балаларға сұрыптау түрлерін көрсеттік. Қаптаманың сыртындағы белгілерге қарай отырып, ол қаптаманы қайттан өңдеуге болатындығы туралы және қайттан өңдеуге келмейтін қаптамаларды сұрыптап, үйретуді қолға алып жатырмыз. Бұл біздің оқушыларымыздың ата-аналарына да үйге барғанда айтып отырып, ата-анамен, оқушымен тығыз байланыста отырып, табиғатымызға деген қамқорлықты көрсету деп білемін. Қаптама дегеніміз, сіздер білесіздер, әртүрлі шикізаттың сыртын қаптайтын қаптамалар. Енді сіздер айта қойыңыздаршы, қаптамалардың қызметтері қандай? Кім біледі? Қаптаманың дизайны кез келген өнімді сәтті сатудың алғышарттарының бірі. Жақсы. Енді мына жерде жатқан мінекей қалдықтарды көріп тұрсыздар балалар, иә? Осы қалдықтарды біз тиісті жәшіктерге орналастырайық. Нұрбақыт келе қойшы, мына жерден бір затты алып. Белгісін қарай ғой. Мына жақта белгісі қайта өнімдеуге белгісі бар. Мынау қорапты сары жәшікке саламыз. Жақсы. Жобаның негізгі мақсаты, мен өзім биология пәні мұғалімі ретінде оқушыларға түсіндіру, яғни табиғатты, қоршаған ортамызды аялауды, қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптауды және қазіргі кезде бізде жүріп жатқан Экоасар қаптама жобасының аясында қаптамалардың қандай өнімнен жасалғанын, қандай қаптаманың биологиялық қайта ыдырайтындай етіп, қаптамаларды бірден қоқысқа тастамай, керісінше қаптаманы қайта сұрыптай алатындай етіп, біз оларды, оқушыларды түсіндірудеміз. Біз табиғатты